Жақында 1000 теңгеге дұға сатам деген әйелдің сабағын 3,5 мың адам сатып алған. 2 күнде 3,5 миллион ақша түскен. Қаншама адамдар ол дұрыс емес, ондай нәрсеге алданбаңыздар, сенбеңіздер деп айтса да, 3,5 мың адам сатып алған. Сол қыздың эмоциясынан, сол қыздың солай беріліп айтқанына алданып ала бергенде адамдар. Бір дұғамен бүкіл қиындығым шешіліп кетті, ақшалар өзімен өзі келіп жатыр деп айтқанға сеніп алдана береміз, иә. Бәріңіз солай бір оңай мәселеңізді шешіп, бір дұғамен ақшаның келе беруі, жолың ашылып, бәрі жақсы болып кете салуы, солай бола салса деп ойлаймыз. Ол дұрыс емес. Сол 3,5 мың адамның проблемасы шешіліп кетті ма, бәрі бай болып, ақша өзінен өзі келіп, бүкіл қарыз кредитінен құтылып, соны жазып кетіңіздерші, егер сол 3,5 мың адам көріп отырсаңыздар. Олай оңай нәрселерге ұмтылып, тез байып кетсем, тез проблемам шешіліп, тез бәрі керемет болып кетсе деп ұмтыла бермеңіздер. Барлық нәрсе қиындықпен келеді. Әрекетпен, еңбекпен, қателіктерімізді дұрыстаумен, сондай нәрсеге алданып атқандар өте көп та. 5.000 теңге, 10.000 теңгеге менің сабағымды сатып алсаң, үй аласың, көлік аласың, мен де солай бай болып кеттім, менің сабағымда бәрін үйретемін дегендер. Бәрі алданып атыр. Байып жатқан, соны ұйымдастырып атқан адам. Халықтан пайда көріп, сондай машинаға, көлікке қызықтырып, оңай үйлі болсам, оңай көлік ұтып алсам, бәрі сондай лотерея ойнатып жатыр. 5 машина, 10 машина, солардың бәрі халықты ойлап, халық керемет үйлі, көлікті болсын деп жасап жатыр дейсіздер ма? Оның артында 2-3 есе өздерінің пайдасын ойлап отыр. Өздерінің бизнестерін, кәсіптерін, бірдеңені сатып сол. Ал ұтылып жатқан адам қаншама? 10 мың, 20 мың, 30 мыңдап, 50 мың, 100 мыңдап босқа ақшасы ауаға кетіп жатқан. Қиналып жатқан халықты одан сайын сондайлар қинап жатыр да. Сосын ондай оңай нәрселерге алданып, ойнап беріле бермеңіздер. Пайғамбарымыз айтқан, сондай оңай, жеңіл ақша тауып, қиналмай тапқан ақшада хайыр береке жоқ деп. Адал еңбекпен, маңдай термен, қателіктерімізді дұрыстап, өзімізді өзгертіп еңбек етсек, сол кезде береді Құдай берекені, нәтиже, жақсылықты. Жақсы, аман сау болыңыздар.